Абай облысындағы өрт сөндірушінің жаңбыр сұрап дұға жасаған суреті тарады. Бұл суреттерді өрт сөндіруші Елдос Нұртазаев Instagram парақшасына жариялады. Құтқарушы маманның алақан жайған кадры ел жұртты да ел жүретіп жіберді. Бұл суреттің астына халықтың тарапынан жылы пікірлер жазылып жатыр. Кешелі бері әлеуметтік желіде өрт сөндірушілердің жұмысын көрсетіп жүрген Елдос Нұртазаев қазақстандықтарға үндеу жолдады. Төтенше жағдай қызметінің өкілі құтқарушыларға қатысты қоғамның сынына жауап беріп, уақытпен санаспай күні-түні тілсіз жаумен күресіп жатқандарын айтыпты, тыңдайық. Ассалаумағалейкум, қазақ елім және Оян бағдарламасының көрермендері және барша қазақ елім халқым. Сіздерден мына жерде болып жатқан жағдайларды өз көзіммен көргеннен кейін сіздерге өзімнің ішіндегі үндеуім болсын. Осы жердегі жергілікті тұрғындарға көп-көп рахмет, және де еріктілерге бәрін уақытысын жеткізіп, сіздерге мың алғыс, Алла разы болсын сіздерге. Сіздерге өзімнің үндеуім болсын. Сіздер бізді қатты сөкпеңіздер. Неге басшылар жұмыс істемейді? Неге қызметкерлер жұмыс істемейді? Түнгі сағат 12 көріпсіздер. Әр қызметкерлер өзінің жұмысын атқаруда. Түнде ұйқыдан, күндіз күлкіден айырылып, шыны керек. Қазір басшылықтан бұйрық алып, ары қарай жұмысымызды атқарамыз. Осындайда еліміздің абыройын түсірмейік ағайын. Бәріміз ауызбіршілікте болып, жақсы ниетте болайық. Жақсы, онда еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай.